Жүз мың адамға жеңілдікпен 3,5 мың теңгеге курсын сатып, 350 миллион теңге тапса да, салық төлемеген бұл әпендіге қалай сенбексіңдер? Халық оның аңқау жемтігі. 350 миллион теңге. 10%-ын салыққа төледіңіз бе? Менің атында жеке кәсіпкерлік жоқ, ИП жоқ менің атында. Үлкен тұрып кіші сөйлегеннен бездейтін сөздің қадірі кеткен заман бұл. Әйтпесе ағасына жолын берер, дәулеттің жөні бар еді ғой. Кезінде Адал партиясына адал болмаған сабазың аманаттың төл баласы болы қалыпты. Жаздан кейін күзден кейін қыс бар әлі. Биліктің асығы кезекті рет алшынан түсті. Сайлаудың дүрмегін ұмыттыру үшін дәл мейрамның алдында сайқымазақ сайлауын өткізді. Әйтеуір армандарды аяқтан шалып жүріп, жаңа Қазақстан қандай екен деген арман